Родной FNAF 2 шықты. Короче, достар, FNAF 2 шықты. То есть трейлер шықты. Егер де сен біріншісін көрсең, сен екіншісінде түсінесің. Ну, бірінші туралы мен көп нәрсе айта алам, прям оған целый видео арнай алам. Бірақ қазір FNAF 2 шықты. Ол дегеніміз, мен қазір сәлден кейін бір күшті жаңалықтар айтатын боламын. Давайте кеттік, мен бұл трейлерді әлі 9 күн болды, мен әлі көрмедім. Так что кеттік, бастайық. Ё-моё. Are you FNAF ready to start the show? Count with me now. 5, 4, Oh. 3, They're out there, Mike. 2, Декембр. 1. Декабрь ғой, ә? Декембр. Showtime! Родной, айтатын нәрсе көп. Қазір бәрін айтып тастаймын. Сен маңызды бөліктер точно қалдырып кеттің. Прям незаметный бөліктер бар. Қазір соларды талқылайтын боламыз, мен өлең қосайын. Все, короче, давайте ең басынан бастайық. Ең біріншісінен бізде бірінші кадрымыз бұл FNAF 1-дің пиццериясы. Мынаны қараңдар. Картинка, как көріп тұрғаныңыздай, сымқаған болып тұр. Мынандай стеклалармен сымқаған болып тұр. Значит, бізде FNAF 1 уже жабық деген сөз. И келесінде міне осы кадр. Бұл бізде, білмесеңіздер, эндоскелет емес, бұл монгол. Бізде бұл монголдың екінші басы бар еді ғой, бір көзді. Вот сол. Мынау сол, короче, и качество прям әдемі көрініп тұр. И, конечно же, кім жасайды? Blumhouse жасайды бізде. Сендер көрініске дайынсыңдар ма деп жатыр. Енан қарандар, бізде бұл фестиваль өтіп жатыр. Бұл FNAF фестивалі. Кәдімгі бір наурыз сияқты бір мереке емес, американецтердің. Міне Бонни, міне үстіп көк көмек болып киінбаған, енді мына жақта, не знаю, но FNAF туралы екен көрініп тұр. Міне датаво осы каруселдің өзі. Біреулерімізге еліндер дейді. Так, енді аңғарандар, бұл старый локациясы, бұл FNAF 1-дің локациясы. Не үшін старый? Өйткені біз баға айттық, что міне картинкасымен старый екен көрініп тұр. Прям сым кеткен екен. И бұл бізде Эбби ме да? Ана қыздың, короче, қыз келеді, Эбби. И наңғарандар, не үшін оралады білмеймін. Ана достарын сағым кеттім деп келген ғой. В общем, бұл біздің девушкамыз. И кажется, осы Эббиден басталған бәрі. Өйткені естерінде болса, FNAF 1-де бізде бір любой адам кесе, оны как ұры ретінде көретін тұғын. Сондықтан ұры болғандықтан оны сразу өлтіретін тұғын. Бір компания болып келген еді адамдар, вот соларды өлтіріп тастаған еді ғой. И короче, осы біздің Эбби деп айта берейін, қателесем кешіріңдер, біздің Эббиміз келеді. Сосын барып оны ұры деп санайды. Сосын барып оны ұры деп ойлаған соң бұл ұры екенін түсінеді. Сондай жаман көзқараспен қараған и қашып кетеді. Бірақ олар қашса да оны робот қой енді. Менің теориям, менің ойымша, сол ұрыны до конца қолайды. Прям рестораннан шығып кетеді. Рестораннан шығып уже қолайды. Ал бұл, конечно, кімге барады? Бұл, конечно, мынау папасына барады. И мына жақта так запискамыз gone to fix my friends. Менің достарымды жөндеу. Мен өз достарымды жөндеймін дейді. И міне осы папасына барады. И, конечно же, соларды өлтіруге барады. И наңғарандар, так. Короче, осы қызымыз айтады, ол сыртта дейді. Ол сол жақта дейді. И қайда дейді, наңғарандар. Наңғарандар, сендер перден ашасыңдар, и кім тұрады? Бонни тұрса, той Бонни тұрса, не дейсіңдер? В шоке боласыңдар, конечно. И так, айтайын, той Бонни это бұл бізде FNAF 2, и бізде тек FNAF 2-ның аниматрониктерін көрдік біз. Сосын Уилберт па, сол аниматрониктер бар, который FNAF 1-дің сым кеткен аниматрониктері. Так, солар көрінбейді, бірақ олар да бар деген ойдамын. Наңғарандар, той Бонни и ашқан кезде сол тұрады. Мағо. Осы біздің затымыз. Так, қайда жете? Бізден ажақта кнопканы басып жатыр. Кімнің қолы көрінбейді. Шоу-тайм дейді. Кімнің қолы білмеймін. Либо охранник, либо сол бағадегі ата шығар. Бағаде ата не болды, кстати? Атаға кемедік бәлі. Жоқ, атаға кемедік. Мені атамыз. И, короче, не үшін
өйстіп қарайды, білмеймін, ол есікті ашса болатын еді. Бұл, короче, бір дауыспай естіп қалып келген и көрген. И, конечно же, кім тұрады? Бонни, Чика. Наңғарандар. Не үшін Чика? Короче, оны өлтіреді. Наңғарандар, біріншіден сап-сары, ол бірінші факт сразу. И екіншіден, наңғарандар өйстіп аузы, ол тауықтың ұшы осындай болатын еді ғой. Вот Чикамыз осындай, кім біледі. Конечно же, жеп қояды. Бізде тоже Чика и наңғарандар. Осы кадр зор енді. Короче, бұда бізде нандай болайын деп тұрған аниматрониктер рестораннан шығады, сол Эббиді до конца ұрыны қолап өлтіру үшін. Сонда ғана успокоиться етеді деген ойдамын. Сонда ғана тыныштық табады. И ол, конечно же, папасына барады. И общий команда болып барады бұлар. Той Бонни, Мангл, Чика, Фредди, Фокси дегендер той бәрі барады. И нау, ман, кадр, в общем, наған барады. И мені үстіп үйге кірейін деп жатыр. И бізде девушкамыз в шоке. Вообще, нандай болмай ма тұр? Как будто бір колбасасын ап қойған адам сияқты болып тұр ғой. Просто нанын бір хлебін ап қоясың, колбасасын, сосын барып ап қойды деп тұрады. Ал оның үйіне негіз кәдімгі Мангл сындырып жатыр өйстіп терезесін, бірақ оның түрі осындай в шоке болып тұрған. Но бізде, кажется, Чика либо той Фредди. Той Фредди либо той Чика. И есікті ашып жатыр. И мына жақта бізде Бонни. Той Бонниіміз ғой, не үшін отвертка керек білмеймін. Негіз ол күші жетеді, и так любой адамға. Бонни, міне Бонниіміз. В принципе, сол үй сияқты, бірақ наңғарандар. Олар төбеге қарап тұр. Төбеге қарап тұрса Мангл болу керек. Менің ойымша, өйткені Мангл төбеде жүреді, ал Боннидің бойы шли ондай ұзын емес. И налар не үшін басқа адамдарға тиісіп жүр? Эбби ғана ұры десеңіздер, мешайт еткен адамдарды көріп қалған адамдар сөйтіп тиісіп кете береді да, значит. Көрген адам қорқады ғой, бәрібір де қорқады, оны ұрады, сосын бар болар, наоборот, оған какой привет, такой ответ деп қайтарады, конечно же. Мынау есік ашып жатыр. Так, наңғарандар, есік біріншіден бір тіл ашып жатыр. Барлығы бұл, менің ойымша, бұл түс. Либо охранник, либо спрингтрап, болу керек. Так, бұл либо түс, и спрингтрап сияқты, либо охранник па, сондай түс көріп жатыр, қорқыныш түс. И бізде Эбби, наңғарандар, пистолет абаған. Американецтер негізі үйінде пистолет ұстауға рұқсат етілген екен. Защита үшін ба сондай. И жақсы болар еді, егер де сол пистолетпен прям аниматрониктерге атса, өйткен біз аниматрониктерге атса не болатын біз білмейміз. Не болатын ешкім жасап көрмеген. Хоть жасаса да ол фанатский версия. Міне кәдімгі Скотт Коутон кәдімгі үстіп пуля атса не болатынын көрсетеді. Бұл вообще негізі бізде ойын ғой, FNAF 1, FNAF 2 деп шыққан ойынымыз. Біреу әшін балдар қорқсын деп шығара салған соңғы ойыны, бізде қазір FNAF 1, FNAF 2 деп фильм шығып жатыр вообще. Ё-моё, мен негізі FNAF 1 мен тоқтайды деп ойладым, FNAF 2 шықпайды деп ойлағанмын ше. Сөйтсек FNAF-тар әлі уже 10 жыл болып қойған, шығып жатыр вообще. Тағы көргеніміз уже фанаттардың ойларын тыңдаған. Мне кажется, фанаттар уже айтқан, что жалба келген. Аниматрониктер слишком күші жоқ болған, в общем, и олар дружелюбный бір дос болып жүрген естіп, и все. Ол жақта ең опасный кексик болған ғой, вообще кексик. Спрингтрапты өлтіретін бет, сондай бір зор нәрсе жасайды, адамдарды өлтіреді, бір маленький кексигіміз. Ал олар бізде аниматрониктар дос болып жүреді. Ал бізде мына жақта кәдімгідей рольдер ойнаған міне бірінші Мангл. Бізде, кстати, Мангл көп. Чика мынау хороший прям здоровяк дедті алып өлтіреді. В принципе, мынау кәдімгідей Бонниіміз отвертканы алып өлтірейін деп жатыр ма, не істейін деп жатыр, оны білмеймін. Бір нәрсеге салайын деп жатыр ма адамды. Бірақ аниматроникке наңғарандар. Оружие уже қолданып жатыр и көрсетіп тұр, что аниматрониктер өте мықты болады, прям жесткий металл болатын, алмаз болып. Так, опасный, уже агрессивный екен көрініп тұр, мен наңғарандар. Ой, маңызды кадрлар қатты еді. Давайте мынаны айтайық. Балумбой, конечно же, наңғарандар. Негізі аниматрониктердің качествосы өзгерген уже, кәдімгі ойыншық той Бонни, той деген ойыншықты, и кәдімгі ойыншық аниматрониктер. Балумбой мені бізде, что-то қол жоқ сияқты, и наңғарандар кәдімгі айрайын деп тұр ғой, көз жанып. Так, енді бұл
екі түрлі кадр, өйткені мынауымыз күнде, ал мынау түнде болып тұр. Және өте маңызды кадр. Қараңдар. Бұл кім деп ойлайсыңдар? Конечно же, Спрингтрап, біздің ең главный геройымыз, біреуге злодейіміз. Осы ғой FNAF-тың бәрін бастаған. Короче, бұл бізде сол Спрингтрапымыз тағы да пышақ алайын деп отыр. И ол крыса болып, короче, кадрларда жүреді. Бірақ в основном, мне кажется, менің ойымша Спрингтрап болмайды ше. Спрингтрап бір-екі кадр болуы мүмкін. Бірақ мен қателесуім де мүмкін. Тағы сұм бар, мынау, білмеймін, біреу да әйтеуір, қараңдар, тағы мангл. Мангл прям мықты жесткий қылған, өйткені мангл реально жесткий. Вот, осы біреуді өйстіп өлтіреді. Қараңдар, тағы мангл. Так, бұл жер мынандай болу керек, кажется, машинамен құтылдық деп кетіп бара жатады. Сұм барып, но оказывается төбесінде мангл тұрады, и такой құтылдық деп енді сезген кезде резко тыш етіп сынып кетеді анау. И ары қарай білмеймін, тоқтайды, оны ұшырып жібереді, соқсады машинамен, авария болып жатсандай шығар. Так, уже бұл FNAF 2-мізде аниматрониктер агрессивный, жесткий болып жүр. Бізде так Эбби тағы үшеу бірге жүреді, конечно же қашып жүр әлі. Бұлар үйге барады. Так, сосын бағаде айтпағаным, біздің атамыз бар ғой. Атамыз мектепте жүр. Кажется, біздің Эбби сол мектепке қашады. Бізде аниматрониктер не үшін тығылып жүр? Олар адамдарды в принципе тығылып жүреді. Ал кім оған мешать еткісі келеді, оған жақындайды, оған кім ол деп жақындап уже келгісі келсе, маған мешать етпе дейді, жолымнан қаш деп итеріп тастайды, итеріп тастайды дегеніміз өлтіреді деген сөз ғой. И мыналар актерственный роль негізі әдем ойнатыр, бірақ не ғой, мен FNAF-ты көрсем, Фредди, Бонни, Манглдарды көрсем, кәдімгі в шоке болады. Мен бұлай ма деп тұру, кәдімгі актер екен көрініп тұр. Актер емес, реальный эмоция көрсету керек қоналар. Ай. Окей, и так, шоу-тайм көп айтып отыр. Бізде бір қыз айқайлап жатыр. Не үшін төбеге қарап жатыр, оны білмеймін. Может, тағы мангл болуы мүмкін. Five Nights at Freddy's 2. Қараңдар, ең маңызды кадр. Міне, айттым ғой мұны. Бұл бізде той Фредди. Бұл бізде так ешкімге тиіспей кетіп бара жатыр, міне адамдар жүр, бірақ бұл прямой бір цели бар, ойында бір басқа нәрсе тұрған көрініп тұр, и солай кетіп бара жатыр. Родной, ё-майё, бұл той Фредди. Адамдардың арасында жүр, фестивальда, бәрі бір оған. Ауыз жанып тұр, немене бір сетящий, кірпіктері қыз сияқты ғой. Короче, мен айттым ғой, міне фестиваль бұл жақта, бізде Фреддидің Five Nights at Freddy's'дің фестиваль болатыр. Бонни тағы да Чика болған, мен кексик. Бұл кажется сол Эббидің артынан кетіп бара жатыр. Ода уже функция кеткен ғой, что Эббиді өлтіру, и все. И кім мешать етеді, алдынан шығады, соларды тоже өлтіру, конечно же. Так, мен созып жердім ба, неше минут болды өзі. Так, бізде бітті декабрьдің 5-і. Ол дегеніміз соңғы жаңа жылда шығады, в общем. Жаңа жылға дейін, 2025 декабрьдің 5-і 12-ші айымызда шығады. Раны, короче, қызық. Так, не қалдырып кеттім. Мені нау мангл екеніне бір факт. Так, бір эпичный кадр бар, терезен сындырып жатқан сол ғана. Так, мені. Қараңдар, енді көзі деген осындай оранжевый болып тұр. Екеуіңге де мына жақта оранжевый болып тұр тоже. Вот. Фестивальға қатысы бар болу керек. Фестивальда бір жаман нәрсе болады. Обязательно. Шоу-тайм деп ашқан кезде, бір шоу-таймда бір қамба, бір нәрсе уже тұрған соң бәрі қашатын шығар. Бұл пока что сол событие болмай тұрып болып жатыр, значит, өйткені бәрі радостный, бәрі қуанышты. Бізде той Фредди, кажется, либо сол Эббилардың артынан жүр, үстіп Эбби алдында тұр, и мен үстіп той Фреддим и кетіп бара жатырмын үстіп. Ал бұлар не болып жатқан вообще білмейді, бұлар тупой болып тұр. Өйткені бұлар FNAF 1-де не болған білмейді, көрмеген. Бұл либо сол үйге бара жатыр, мына жақта үй бар еді, ол воротаны ашып жатқан. Так, қайсысы? Мені үстіп воротаны ашып жатқан кадры бар еді ғой. Либо үстіп мынау той Фредди болса, үстіп түн болып тұр еще. Ол машина тұр ғой. Машинамен соғатын сияқты маны.
Короче, той Фредди үстіп барады. Екі теория. Так, болды деген ойдам. Уже сюжет, секрет бәрін айтып тастадым. Осымен бітті, кажется. Давайте, достар, осымен видео аяқтайын. FNAF 2 енді келесі 6 айдан кейін шыға ма? Неше ай? Так, 8 ай қапты. Даже 7 ай бірнеше күндер қалған. Давайте енді күтеміз. Ал сіздермен Димон Лимон келесі видеода кездескенше сау болыңдар.